Депутатқа түсуге менде шанс болды, және де желание болды. Қазір желание жоқ та. Себебі жаңа Қазақстанға менде сенім болды да, қазір менде жаңа Қазақстанға сенім жоқ. Боқтап жіберіп, қумаш деген сияқты. Солардың ішінде что-там шеше алмасаң дальше барамыз деп құрттақанда айтышкемен тұр дейді да. Сол кезде өзімен қатар жігіттерді қудырып қып-қызыл шоқты бастырды. Ертесі күні жігіттер сен неге құймайды дедің ғой, неге басқызасың деген кезде, сендер мен террорист болсам осы жерде, мен осы қызыл шоқты басқандарға любойына теракт жасататын едім дейді. Тамақ жеп отырмын, бір жігіт айтады да, уақыт тісім ауырады дейді да. Мен ойымда дым жоқ. Тісіңді емдетпейсің ба десем, ақшам жоқ дейді. Ақшам жоқ дейді. Да, солай емес па? Да, солай. Тоқ болмай қалды, кеше су болмай қалды, кәдімгі таста өріне өтіп кеттік та автоматын да. Өзен мен Ақтаудың разницасын қарайсыз ба? Өзеннің балдарымен, Ақтаудың балдарымен. Бар. Мен кеше Ақтаудың балдарымен шай ішіп отырмын ғой, мен айтамын да, сендер по-любому сыпайысыңдар деймін да. Иә, по-любому сыпайысыңдар деймін да. Иә, сол ғой, Макс мысалға без рекламы депутат болып кете жазады. Ал жеңіп кетсең берер медің орныңды, жолыңды? Депутат болып кетер медің? Қазір ма? Қазір. Иә, берер едім. Берер медің да? Депутаттық керек емес та сонда? Данный қазір ма депутаттық керек. Онда неге сайлап отырсың? Сол кезде депутатқа түсуге менде шанс болды, және де желание болды. Қазір желание жоқ та. Себебі жаңа Қазақстанға менде сенім болды да, қазір менде жаңа Қазақстанға сенім жоқ. Үмітің үзіліп бара жатыр ма? Үмітсіз шайтан дейді ғой, үміт бар ғой, сонда бірақ. Жоқ, сонда қалай при желании бере аламын ма? Мысалы депутат болды. Отказ бере аламын. Отказ бере аламын. Мен болмаймын, шәріп болсын деп па? Жоқ, отказ бере. Екінші сол кетеді ғой. Иә, солай кетеді ғой. Уже екінші дауыс жинады да. Жігіттер подкаст басталып кетті ғой, біліп отырсың. Бастала берсін. Қош келіп жатсыңдар, сәттілік жігіттер. Бұл енді подкаст неше жылдан бері қаншама ой, не бастаймыз деп келдік. Бүгін енді проект Сәкеңнің, Мәкеңнің, осы жігіттердің, осы жақта Шәке бар, бәріміз қолдауымен басталып кетті подкаст. Ал оң болсын жігіттер. Ал подкаст басталды, не айтарын бір айтты да. Жалпы арамызда жасы үлкен Сәкен ғой. Сәкен осы подкастқа қатысты өзінің мнениесін, ойын айтсын. Сөйтіп кезекпен кезек солай айта берейік. Жігіттер, жалпы подкасттың мақсаты, алдағы мақсаты, Алла келатқан жас ұрпаққа бір пайдалы нәрсе деген нәрсе ғой, бір пайдалы нәрсе. Тек ұрпаққа ма? Халыққа дейді ғой. Халыққа более масштабны өзеннің ішінде, жаңа өзеннің жігіттеріміз өзенінде бір проблемалар көп та айта берсең да, ол мысалы мынандай подкастпен бір көпір болады деген бір неміз да, ниет бар да, бір жоғары жаққа бір естісін, бір осы өзеннің проблемалары тек мына ауыл жақта қалмай, жоғары жақта естісін деп сіздерді шақырдық мысалы да подкастқа. Облыс депутаты Шәріптің бауырымыз. Рахмет, Сәке. Жалпы бұл подкаст бізбен шектеліп қалмайды, бұл бастамасы деп бастап жатырмыз ғой барлығымыз. Осы жерде жігіттердің әрқайсысы осы Жаңаөзеннен бір подкаст шықса, осы өзеннің жігіттердің барлығы мысалға өзінің ойларын әлеуметтік желілер арқылы жеткізе бермейді, бірақ осындай жерде отырған кезде, ашық еркін сөйлескен кезде көптеген ойларын беріп жататын жігіттер болады. Сол сияқты менің ойым осы подкаст арқылы Жаңаөзеннен небір көрінбей жүрген жігіттер келіп ойын пікірін айтып, жалпы не істеу керек, Қазақстанның болашағын қалай көреді деген сияқты ойларын тыңдап, жоғарыда билік басында отырған азаматтар жаңаөзендік азаматтарды ішінен тыңдай алады ғой деген ойдамын жалпы өзімді. Неге Жаңаөзеннен басталады бәрі десең, подкастта Маңғыстау облысы Жаңаөзеннен басталып отыр дейсің. Жаңа Қазақстан Жаңаөзеннен басталды ғой мақсат. Жалпы бізде деген негізі источник қой, көп мысалы, негізі менің онымен мақтанғым келмейді. Бір жаққа қарағанда Жаңаөзен, там Забайсочек, негізі ол жағында менің мақтанғым келмейді да. Бұл жағынан мақтанбасаңда да сол арқылы білген. Оған дейін ешкім білген жоқ дейді. Кеше бір жігіттер ВКО-ны айналып келдік дейді. Студент кезінде оқыған ғой. Вообще білмейтін еді дейді до этого. Жаңаөзен бар ма? Релиз бітетін екінші тупик Қазақстанның ішінде. Енді осы жақында барып келдік дейді. Осы 2-3 күндікте әңгіме болды. Любой жерге барам ба, серияны бар, қаяқтан келдің Жаңаөзен десе, о, да ты что там? Опять же, қазақта орысша күшті әсер алған дейді да, болған событиялардан да. Хотя сол кезде қарасаң, халыққа керек жағдайды Жаңаөзен устроить етіп берді да. Реально да. Бірақ біреулер соны екіншіде айтады ғой, бір медальдің екінші жағы да бар дейді ғой. Біреулер бірдеңе болса Жаңаөзеннен шығады, осы Жаңаөзен
жаман типа осылар бір деңгейге тоймайды деген сияқты сондай мәселе, сондай мнение де бар да. Оған қалай қарайсың да мысалы? Мүмкін бәрі де болатыр, таңғалатын заман. Бірдеңе құттай бірдеңе болса забастовкаға шыға салады деген сияқты әңгімелер бар да. Әлеуметтік желіде бар сондай әңгіме. Мақсат ол былай ғой, менің түсінігімде бұған қатысты. Жалпы барлық нәрсе Жаңаөзеннен басталады. Біз қазір революциялық жолмен өзгеріс таңдаған жоқпыз, біз эволюциялық жолмен өзгеріс таңдадық елдің да. Революциялық жол кешегі жерде, мысалға кеше қаңтар оқиғасында революциялық жол таңдаса, ол халық билікті құлатуға соңына дейін барар еді. Бұл жерде елдің болашағын, елдің амандығын ойлап, оған дейін барған жоқ. Біз яғни халық эволюциялық жолды таңдады деп түсінемін мен да. Енді жаңағы айтып отқан өзгерістерді біз жаймен өзгерістің болуына біз бастамашы болды. Кеше жаңа айтылып отыр ғой, жаңа Қазақстан Жаңаөзеннен басталды деп та. Біз мүмкін болмаған нәрсені жасалды бұл. Бірақ мен өзіміз барлығыңыз да қаңтар оқиғасында ортада, халықтың ортасында болдыңдар ғой. Бір қылмыстық іс, бір әкімшілік іс тіркелген жоқ. Ешқандай нарушение болған жоқ. Халық ортада тұрған жерде өте мәдениетті, өте әдемі тұрды. Сол ма эволюциялық даму? Жоқ, енді ол да бір көрінісі да. Егер 2011-де тоже барлығымыз бір ер жігіт болдық қой, ол кезде көрдіңіздер қалай болды. Өртеді, мародерство, көшедегі кәсіпкерлердің, өзіміздің ағайын тума, апа жезде деген сияқты тумаластарымыздың магазиндерін өртеді, тонады. В общем, біздерде мен ойымша бұл на горьком опыте да, біздерде ащы жаңағындай немізбен, опытпен біз оны сезіндік. Сол кезде енді бұл осындай болмасын деп біз істедік қой мысалы. Енді бұның барлығы жаңағы айтып отқан осы кешегі ереуіл, оның бер жағында болып жатқан ереуілдің барлығы халыққа үлкен тәжірибе. Манағы айтқан халық жаймен осылай талап ету арқылы Қазақстан өзгереді. Талап етпей, үндемей Жаңаөзен жата берсе, ереуілге шықпайтын болса, бұрынғы Қазақстан болып, бұрынғыша ешқандай өзгеріссіз жүре береміз. Әңгімеміз дейтін жаңағындай, мәкең айтқандай политикаға саясат. Өзенге келік да Қазақстанда жетеміз. Бұл жерде бар ғой, өзеннің болашағын кім қалай көріп отыр да? Глобально сұрақ, как врач, как депутат, как кәсіпкер да, реально да, бұл жерде Жаңаөзенді не күтіп тұр да? Көп қой қазір. Болашағы бар ма дейсің? Любой отбасында қазір проблема бар. Мысалы, тот же мұнайшыда, мұнайшы емес жұмыс жоқта, көшіп келген оралманда, каждыйның отбасында бір проблема бар да. Сол бір накопиться етеді да. Да, солай емес па? Да, солай. Тоқ болмай қалды, кеше су болмай қалды, кәдімгі тас дәуіріне өтіп кеттік та автоматын да. Қиын, мен өзім 30 жылға дейін соның бәрі алдын ала ойлауға болатын еді ғой деген сұрақ болады. Мұнайлы қалада да еще да. Бұл жерде біреуді кінәламақ, болған жағдайда айтайық та, қызық болып кетті. Бұл жерде барлығымыздың да кінәміз бар да, мысалға. Деп ойлаймын өзім жеке мен айтып отырған осы мәселе ғой. Проблема бар ма? Бәрі өзімізден іздеуіміз керек та. Және осы проблемалардың барлығы адамда, мысалы, өзеннің халқы агрессивный дейді ғой. Ол проблемасызды бізді өзенде, мысалы, агрессивный болатын қала ғой, мысалы да. Промыслға барасың, темный да, түтін, жаңағы мұнай ағып жатыр деген сияқты экология енді мәз емес қой бізде. Одан шығасың, үйге барасың, үй қала серый, дым жоқ та. Үйге барып жатасың, телевизор қарайсың, не бар қалада айналысатын, не бар айтшы? Ұйқас, реклама. Шаурма жейсің. Спортсмен болсаң жақсы ғой, сен спортқа барасың да. Былай не істейсің? 35-ке толып уже травма алғаннан кейін қайыққа барасың дейші. Соңғы үлкен концерт қай кез болды, кімнің есінде? Жақаудың концертін білемін, басқа концерт білмеймін. Үлкен стадионда болған, масштабный. Бұрындары алаңда болатын еді. Еркеміз ғой. Мына жерде айтайын деген бар ғой, бізде өзенде Шәкен қосылады ғой, дұрысты мәдени даму да жоқ та, мысалы. Концерт бар. Концерт енді ол былай тұрсын да қарапайым нәрсені алайыншы, халық қазір не бар өзенде? Мен есімдегісі 2018 ба 2019 жылы өткен концерт есімде менің. Кімдікі? Просто интересно. Осы қаланың қай шарасына өткен точно есімде жоқ уже қара. Олдың өзі есімде жоқ. Жоқ, кімдер кетті ладно? Популярный личность. Стадионда болды есімде болған. Личностьтардан кім болды жаңағы? Ол да эстрада жұлдыздары. Ол да есімде жоқ, шынымды айтсам. Жаһандала сияқты бірдеңе болды стадионда да. Жаһандала сияқты. Бер жақта ол кезде Каспий толық құрамда келді. Жаһандала неге есімізде ғой? Жаһандала көп төлес болды ғой. Содан ба? Жігіттер Жаһандалаға төбелес үшін барады дейсің ғой. Қызық болды да, сол кездерді бәрі айта алады, қазір любойын есіне түсіріп жүр, айтып береді. Жалпы енді мәдениет туралы айтып отырық қой, дұрыс жігіттер. Мәдениет бізге мысалы буквально бүгін да енді біздерде мен больницада жұмыс істеймін, ауруханада да, сол кезде
бізде енді лифт дейтін енді новый больница болғанмен лифтте проблема бар да. Көрдім. Естулеріңізде бар шығар. Көрдім. Әлеуметтік желіде талай рет жазылып жатыр да. Енді мен лифтпен түсіп келе жатырмын да, енді 4-ші операциондан түсіп келе жатырмын. И лифт тоқтады, 2-ші этаждан тоқтап тұр да. И талпа 5-6 жігіт, жап-жас жігіттер да. 15, 16, 17-дегі жігіттер ғой. Ухаживающий андай, неге келген ғой енді жаңағындай. Пациентті қарауға жаңағындай тумаласынан досына келген шығар бар. И сразу кірген айттым, жігіттер бір этаж түсейін тұрсыңдар ма дедім да. Сосын енді кішкене қаттырақ айтып жібердім енді. Менде мінез бар шығар, қаттырақ айтып жібердім да. Шымшық айтып жібердім, жігіттер немессіңдер ғой деп. Мен аналарда сразу ішінде бір жігіт тұрды атылды ғой жаңағындай. Мен жүре алмаймын деп та жаңағындай. Мен типа аурумын. Бәлкім мен солай да шығар енді. Мен білмеймін, айттым, онда неге больницада жатпайсың? Жатшы онда барып. Жатсың ба больницада деп сұрап отырмын. Жоқ, мен кетіп баратырмын дейді. Ну ладно, жалпы айтайын деп отқан мәселе, жаңа агрессивно деп айтып отыр ғой. Жалпы енді біздің ар жағымызда осы Маңғыстаудың тұрғылықты адамдарының өздері кішкене мінезінде бар ғой, неге тентектік, қызуқандылық, оны еше қалып кете алмайды. Біз темпераментті адамдармыз да. Ар жақта бізде бар. Бәлкім ол да біздің плюсіміз шығар. Жоқ, мен мәдениет жоқ, бірақ темпераментімізді мәдениетке қоссақ вообще әдемі болады. Бұл жерде бар ғой, мәдениет деп бар ғой, сен былай үлкен объемда отырсың, оның ішіне әр отбасынан шыққан жаңағы екі мінез грубияндардың мәдениет жоқ деген, как бы дальше тәрбиесі де шала деген сияқты. Жоқ, тәрбиесі жақсы адамдар бар ғой, анасына мысалға ол жерде тек мінез құлқын айту керек сияқты бәрінің. Грубиян реально да, боқтап сөйлейді там, че там кеше бір ағамыз айтады, че там жұмысқа осы жақында бірдеңе болды ма шығар, там Уземной газдың алдында примерно. Узинвест БН дейтін мекеме жинап тұр ғой. Солардың ішінде че там шеше алмасаң дальше барамыз деп құрттақанда очкимен тұр дейді да. Даже элементарный диалогтың өзінде жаңағы пәленше деп кетіп қалып отыр ма? Бұл жерде бар ғой, мәдениетті емес, бұл жерде адамның бар ғой, мына несін айту керек сияқты, менталитет дейді также мысалы. Өзің даже жеткізе алмайды да, толық грубиянский позициямен да, маке элементарно солай ғой, даже біз емес Кавказдарды алайық, там бірінші сөз сразу сол біреулерді деп байқайсыңдар ма? Бізде де автоматын сол кішкене бар да, там мысалы оңтүстікке барған кезде Алматыға барғанда басқаша да байқайсыңдар ма? Өзара біз өзара ол нормально деп қабылдаймыз ғой. Таксиге мінгенде дейтін, сразу осындай там Қонаева бірдеңе десең ғой, например, там или Абаев там бірдеңе десең, батыстықсың ба дейді да, мысалы. Уже акценттен, интонациядан жаңағы неден да, ар жақтан білініп тұр. Жақсы бір жағын білмеймін. Жоқ, мақтанған емес. Мен айта алмаймын да, Маңғыстаудың барлығы жаңағы енді Өзен мен Ақтаудың разницасын қарайсыз ба? Өзеннің балдары мен Ақтаудың балдары мен. Мен кеше Ақтаудың балдарымен шай ішіп отырмын ғой, мен айтамын да, сендер по-любому сыпайысыңдар деймін да. По-любому сыпайысыңдар деймін да. Өзенде по-любому бір кішкене бір конфликтовать еткісі келіп сөйтіп тұрады ғой балдар да, бірақ Ақтаудың балдарының өзінде сәл бір не бар да. Мен байқап қаламын кейбір кезде. Разница. Өзенді көре ұялмаймын ғой. Просто разницасы арасы 150 километр ғой. Арасы 150 километр. Соны бір құтты бір жерлерде де біздер тек даже ана очерктің кездерінде де байқап қаласың ғой, сразу түресейін деп тұрады деген сияқты ғой. Ақтауда ондай кішкене бар да. Толмаймын, что там, не оп деп. Ақтауда кішкене конфликт компромиссқа келетін сияқты ойлы да кішкене. Оның тағы бір себебі да. Келе алмаймыз да. Мәке, тағы бір себебі да. Біздердің Жаңаөзеннің орналасқан точкасы Қазақстанның бір бұрышында, оның ішінде жаңағы айтқан мына жағымыз Түркменстан, мына жағымыз теңіз, мына жағымыз жаңа Өзбекстанның шекарасы. Бұл айтқанда бізге тупик, біздің үстімізден ешқандай көш жүрмейді, ешқандай жаңа келіп жатқан фуралар тек үстімізден өтіп кетеді, болды да. Біз айтқанда, бұл айтқанда тупикте орналасқанбыз да. Сондықтан жаңағы айтып отырмыз ғой, жаңа жастарымыз грубый тағы бірдеңе сөйлейді. Біздердің енді өзіміз өзара сөйлескен кезде біз олармен нормально қабылдаймыз. Ешқандай нормально сөйлесіп отырмыз деп қабылдаймыз, бірақ жаңа өкінішке орай басқа жақтың азаматтары оны қатты қабылдайды да, слишком дөрекі деп та. Бірақ енді жаңағы айтқан ол неге олай? Мәдениетсіз деп айта алмайсың, әрине. Ол қалай мәдениетсіз деп айтасың? Оның сөйлегені солай, мінезі солай, соны солай қабылдайсың ол адамдарды да. Ол неге ондай болды деген кезде, манағы айтқан жан-жаққа шығып жатқан жоқ, мына жаңағы айтқан теңіз бір-бірімен солай сөйлесіп үйреніп қалған жастар, үйреніп қалған азаматтар, барлығы ондай емес. Оның ішінде де өзеннің ішінде небір интеллигенттер жүр ғой, өте әдемі сөйлейді. В основном
в основном жалпы алып жатқан мысалы кейбір жаңа лифттегі ситуацияны айтамын да қайтадан да лифтті бәлкім может мен жай айтқанда может олар түсініп не істеп қалармын деп деймін да содан кейін ойланамын да кәдімгідей андай нервпен шығып кеттім да ана жерде бізде тифлочайник сияқты болып тек сразу шайнап кетіп тұр ғой моментально бір этаж қалай бір этаж түспейсің деймін жай түсе қойшы деп қаттарға айтып жіберген может жай айтқан кезде может басқаша болар ма былай қарасаң жаңағы басқа қалада оқыған басқа қалада жұмыс жасап көрген жан жаққа шыққан менің өзім сөйтіп отырмын дейсің ғой болса кешірім енді ол лифттен бар ғой старайся тез өтіп кетуге екіншісі сондай адамдар преследовать етесің потому что сол больницаға кіргендегі алдыңдағы лифт қой да уже сен ол адамнан кейін по цепочке түсіп тұрған адамдар нервіне түсіп бастайды да жаңа мұхит айтқандай немізді айтайық жаңаөзеннің болашағын кім қалай көреді біз бисмиллах та сенің аллаха дейді ғой біздің осы подкасттың өзі бар ғой енді іліп алатын адам алады алмайтын адам енді керегін алады ғой ішінде бұл жерде бар ғой стараться етейік қолымыздан келгенше да иншалла бұл жерде мен жақсы керекті тақырыпты әркім өзіне керегін алады ғой иә өзіңде бар ғой білмеймін че то андай бір искусственный бірдеңе бітеді самый жаңағы потребительдердің зат бізде қазір өзі мұнай жейді басқа дейді сондай заттарды қорқасың да че-то мен өзім бар ғой мәке мен қазір бар ғой ақтауда тұрамын ғой бірақ сонда да сол жақта жатып өзім үшін жаным қиналады соны жап жаңа сұрайын деп жатыр бір аяғым осында ғой уайымдайсың да қайда барайын өзің сияқты ондай ыстық не жоқ та кәдімгі өзім шаруам болмасын басқа адамдарды көрсең де әйтеуір и болашағы маған конкретно кәдімгі қалай айтсам болады қызық та вообще не күтіп тұр бізді қазір молодежь не деп отыр там тоже синтетика глобальная проблема да реально проблема ғой оған жетпегендер азартник жаңағы игромания тағы не ішімдігі бар басқасы бар сол қазір біздер стараться етеміз да или біздің ағаларымыз әкім бар өзенной газа басқа бар осы болашақ үшін стараться етіп жатыр ғой да болашағымыз аш қалмасын бәрінің мақсаты сол ғой а болашақты қазір кетіп бара жатқан болотасы да ол зат кім үшін қалай бұдан құтыламыз деген мәселе ғой қиын мәке өте қиын айтшы выходтар бар шығар любой заттың кез келген қанша выход іздедік білмеймін вообще қиын вопрос андай да постоянно открытый да любой уақыт осы темада жиналып білесің ғой шәріп өте қиын бұл жерде исходты қара главный исход жас балдар смертельный да өліп қалып отыр да көзімізбен көріп жатыр жұмыста басты ең бірінші жолы әр семья өзінің баласына өте қатты қадағалауда ұстау керек қой ол бір барғаннан кейін өткенде форумда ақтауда қатыстың ғой құлағыңмен естідің синтетикалық наркотиктің өзің де білесің зерттедің синтетикалық наркотикқа отырған адамды емдеп шығару почти мүмкін емес дейді да ойында тұрады болды уже ол бір рет ана алған ләззатты 200 есе көп ләззат алады деді ма ана жаңа неден кокаин неден қарағанда скорс иә оны уже ми ол ләззатты бір рет сезінген ми оны өмір бойы сұрайды да тұрады дейді да уже памятінде ол қалады дейді да сондықтан жалпы бар ғой брат мына жерде бұл темада бар ғой жабылу керек сияқты мен өзім жаңа зерттеді деп отырсың ғой шәріп бұл жерде бар ғой бір милиция бір прокуратура комитетке асып қоймай халықпен күресу керек сияқты бұл жердегі главный козир да козир 150 мың ғой біздің халқымызда официально тіркелген өзіңде сол адамның білмеймін енді үлкен 50 мыңы шал кемпір болса біздің алдымыздағы поколение бар ғой яғни біздің ата анамыз олар мысалға біледі ғой білмейді емес наркотиктен бізге күні кеше келген зат емес қой мысалы бұрын жаңағы ауғанда соғысқандар біледі не үшін не болды примерно наркотик анаша героин дейтіндер болды ғой бұл жерде бәрінің көзін ашу керек та бір бағытқа салу керек та и 150 мыңы бар жаңаөзеннен менше шығаруға болатын сияқты да но опять же бір милицияға бір прокуратураға асықпайды болды жұмыс жасамайды бүйтпей жатыр конечно ол затпен масштабно да жабылу керек та тот же сен как врач сен как блогер жүрген жерімізде айтып жүруіміз керек түсіндіруіміз керек дейсің ғой насын соны жету керек та әрқайсымыз жұмыстануымыз керек та қиын а так болашақ бар ғой егер де мына бағытпен жүре берсек білмеймін мен өзімнің балдарым өсіп келатыр мен қорқамын олар үшін мен олар үшін мен өзім өліп кететін болсам да аллахқа дұға етемін да менің бір қателігім болса жасалған балдарымнан сол сыналып өтпесінші деп та ол деген действительно ойланатын зат та мен күнде білмеймін ойымның бір шетінде сол зат тұрады почему то а так жұмыс жасасақ бәріміз кіріссек пока біреуге барып басына тимейінше орнынан қозғалмайтын сияқты ғой ол заттар сосын байқайсың ба шәріп
өтіп кетіп жатыр да басқа проблема шығады, ол заттар сторонке қалып қояды, байқайсың ба? Жұмыссыздық, жұмыс жоқтық, тоқ жоқтық, свет жоқтық, су жоқтық деген сияқты да. Специально істеліп жатқан зат сияқты көрінбей ма сендерге жалпы енді? Аллах лучше знает, брат, Аллах. Жаңағыдай да енді ол мысалы границадан ол зат мысалы да синтетика өтіп жатыр мысалға да енді или Қазақстан ішінде жасалып жатыр, ладно да мысалға да бір специально жастарды улау деген сияқты сондай мәселелер жоқ па деймін. Ол жерде өте үлкен қаржылар жүргеннен кейін болашақ, чтобы мы юг болсын. Айтады ғой мысалға да үлкен политикада айтады ғой, ана мысалы халық более жаңағыдай саналы болмау керек та, жаңағы уровень төмен болса, енді IQ деп айтайыншы, жалпақ тілмен. IQ төмен болатын болса, төмен болса, оларды управлять ету, оларды басқару оңайлау болады да. Мысалы сондай, мысалы енді әртүрлі зат ойлайсың ғой, миыңа әртүрлі зат келеді да жігіттер. Мына жерде Мәкең айтып отырған дұрыс, өте қорқамыз, бала шағамыз өсіп келе жатыр, не істеп келе жатыр да, бірақ енді қалай болмағанда біз күресуіміз керек, әрқайсымыз дұрыс күресуіміз керек та. Енді манадағы жеке менің мнениемді біздер осындай мысалы подкасттың өзі де мәдениет деп ойлаймын да. Біз осы подкастты мысалы көрген 15-16-дағы, 20-дағы, 25-тегі жігітті мысалы біз сияқты біздің қатардан бізден үлкендер көрсе, олар өздерінің балаларына более қадағалау, более қаттырақ қадағалау бола ма? Жаңағы шектеу да енді айтады ғой балалар беру керек дейсің ғой. Кім Черный двор дейтін сериалды кім қарады жігіттер? Естідім, 4-ші ма 5-ші адамсың қара деп. Черный двор да. Мысалы Черный дворда біздің как бы құрдастардың енді Қырғызстандағы болған ситуация ғой. Жалпы енді Черный двордағы бір ситуацияда достарының арасында ситуацияда енді. Мысалы солардың енді шығарған сол киноны жазған жігіттер ғой енді оны көре жатарсыңдар. Жалпы актерларды іздеген кезде бар ғой мысалға да сол қазіргі жастар ғой енді бұрынғы кезде ойнайтын да олар дейді ана историяны естіген кезде машарашный болған ғой сендерде қалай орда жаңағыдай греб жинау тағы да бірдеңе там братандар бірдеңе мысалы біз действительно он заттар болды ғой мысалға да на самом деле да қазіргі балдарда дейді да он зат жоқ дейді да бәрі телефон орда ешкім ойнамайды да потому что тикток жаңағы кілең мобильный телефонда ойындар мысалға да барлығы ана әлеуметтік желіде отырып сөйлеседі да олай дворда шығып не істемейді. Мен ойлаймын олардың енді қазір қалай ойлайсыңдар сондайға да дворда өскен бала дұрыс па болмаса жаңағы әлеуметтік желіде үйде отырып өскен бала дұрыс па мысалға да ол да мысалға дейтін наркотиктен де қауіптірек емес пе екен деп ойлаймын ғой мысалға да қалай ойлайсыңдар? Телефонда отырғандар. Телефон мысалға да банальный телефон. Как дәрігер есебінде айтайын, Қытайда мысалға да телефонно зависимый балдарға арналған отделение бар да. Телефонно зависимый балдарға отделение ашып қойған. Енді может көргендерің бар шығар, бір кішкентай бала бүйтіп ұйықтап отыр, телефон істеп отыр да мысалы. Көрсетеді. Ол да бір дерт қой. Жалпы олар реально проблема да. Үйде өзім балам есіме түсіп кетті. Телефон жалсап бермейді, айқай жүріп өтереді. Әжесі ұрсып жүреді, бермейді телефон. В общем, жалпы біздің енді Сәкеңде мана ұрпағымыз болашаққа керек подкасттың біздің жалпы мақсатымыз да осындай мәселелерді қозғап, осы дұрыс емес екеніне, осы нәрселердің Сәке, сен мысалы бір вайнда бір прикольный зат түсірсең, бәрі аудиторияң жақсы сөз жаза ма, жаман сөздер жазатын ба? Вообще просто мен для себя білейін деп едім, сен жеке сұрайын деп күнде ойымнан шығып кетеді, почему? Бүгін сұрау бұйырып тұр дейсің подкастта. Бүгін үш жерде сұрайыншы, бәрі саған мысалы боқтап жіберіп қумаш деген сияқты, извини за басында біздерді дұрыс қабылдаған жоқ қой өзенде. Себебі өзенде вайын тұру, білесің ғой, да, дух керек қой өзенде. Жүресің, бірдеңе дейді. Біз Жақау, біз Еркова да жігіттер бар ғой, бұрыннан өнердегі айтқаннан кейін бізге бұл жаңалық болған жоқ та. Еркода вайын болмаған сияқты. Мен біздер жігіттер болып түсіре берейік деп түсіріп кеттік қой. Басында енді глобально мысалы құлақ деген тема болды. Бізде проблемалардан бастадық та. Құлақпен жұмыс жасау деген тема сияқты да. Біз негізі мақсатымыз сондай нәрсе болды да, бір қоғамдағы нәрсені түзеу деген сияқты да. Одан кейін енді жеңілдеу вайындар болды, одан кейін насихат вайындары болды жалпы да. Бірақ ортасында по-любому дизлайктер болады ғой. Болады любой жерде. Одан кейін басында айтты, сендер не істеп жүрсіңдер деді да. Басында не істеп жүрсіңдер деді. Содан кейін адамдар үйреніскеннен кейін вайындарың қайда дейді да. Вайын тоқтатып жатық қой. Вайындарың қайда дейді да. Сол адамдар да басында түсінген жоқ та бұл нәрсені. Қазір енді сұрайды да. Ол өзі уақыт көрсететін сияқты. Бандиттер туралы вайындар да мысалға да. Қалай ойлайсың енді? Мысалы біздерге ол
на самом деле ха-ха да, мысалға да там бандиттер, жастар жағы қалай бандиттерді, сол именно бандиттердің как бы персонаждарды қалай қабылдайды жалпы. Бандиттерді мәкеңдер растырды ғой кезінде. Енді біздер сол нәрсені көрдік та көзімізде қалай жүрді. Олар енді жастар бандит деген теманы білмейді ғой, мысалы Дора келді стоянка деген теманы білмейді. Стоянка деген айт. Кезінде Дора стоянка ақша алады. Стоянкада тұрған машина мақпан ұрлап кетеді ол кезінде. Аяғын жарып кете ақша төлемесе ма бір сондай. Біздің поколениеге бандит деген тема өтеді. Ал бізден кейінгі мына 2003-2004 мен айта алмаймын өтеді деп та. Біздің кезімізде өтеді. Сол үшін ол темамызды алдық та, да өтеді біз теманы қарайық деп та. Ол тоже 5-6 сериясы түсірілді. Сол арқылы да Инстаграмда мен ойлаймын подписчик алған шығармыз деп та. Одан кейін жігіттер айтты, жігіттер что-то бандит деген тема кішкене қатын емес па деп та. Түзеліп енді барымызша бандитизммен бастап соңында өкінетін жағдайға апарып сөйтіп бір халықты не істеуің керек еді да. Өз ойымда я примерно енді. Жалпы ол нәрсенің арты жақсы емес қой. Ол нәрсені Мәке өзіңізді білесіз. Ол нәрсенің арты жақсы емес. Черный дворда, кстати, соны бар ғой да, прям трушный көтеріп көрсеткен ғой, прям шынайы көрсеткен ана балдардың сондай бір романтикалық не ғой енді, соған олар глупо бір убийствоға дейін барып қалды да, и прям арты дейтін ғой, қатты көрсеткен да, советую посмотреть. Ну, просто енді біздің ол негізі қазақтың режиссер баласы түсірген негізі да, бірақ қырғыз бауырларымыздың ол саған несімен симпотно оқып қалды, сен несін ұнаттың, өзің өміріңде кездескен заттарды көрдің ба, получается? Өмірімде кездескен заттар, еще сол кездер, содан кейінгі маған ұнаған жерін айтайын сіздерге. Мына жаңа сіз айтып отырсыз ғой, жаңа сіз Мәкеңіз айтып жібердіңіз ғой, именно арт жағы қалай болады, сол мәселе, сол қатты әсер етті. Себебі дейтін олардың тағдыры өте қатты бір нашар неге түсіп қалды да олар дейтін да. Ішіндегі бір жігіт КВНщик болып шығады да, и соның историясы да жаңағы кино сол КВНщик жігіт жазады да соның именно өмірінде болған. Келесі сұрақ, ол Қырғызстанда болған жағдай да, біздің осы Жаңаөзенде бар ма сол тәрізді, сол жолда жүрген примерно бар ғой әлі да, жаңағыда да? Тиктокер бар емес кішкене? Бар. Бізде әлі де бар сияқты. Бар. Ата-ана жылап отыр, баласы жылап отыр да? Бар. Қаншамыз сотталып кетіп отыр. Бар ғой да? Жұмыста мен соңғы нелер қалды ма? Өз қатарын біледі ғой әркім да. Біздер мысалы білеміз, бейістің балалары болды, баристер болды деген сияқты, бейістің общактары болды, көпті айта берсең да. Дәл сондай бізде қазір әлі бар жігіттер да. Оның мен кейде ойлаймын да, сондай жігіттерде арасында болу керек сияқты деп ойлаймын да. Содан өту керек па? Жоқ, мына қоғамды арасында баяғыда біздер білесің ғой, бір шай жүрсең, басынан бұрырады да, не шай жүрсің деп та, сондай адамдар керек та. Сен көшеге шығып, жаңағыдай шай алмайсың, тиктокта бірақ балдар шайып жүр ғой, оның өзінде де түзейтін балдар керек қой, қумаш еш жүрсің деген сияқты ғой. Бізде өзенде ондай адамдар бар. Әлде де ол болған қай жерде бола беретін стабилизация да, болу керек шығар деп ойлаймын мен де. Болып тұру керек. Өзімнің бар ғой, өмірімнен бір құртты отрывок та, Сәке, Шәріп, Макс. Мысалға, жауапкершілік жоқ кезде, мысалға да жауапкершілік, яғни жас кезінде де бір период болады, қайнап тұрған кезде. Ол кезде бар ғой, қазір салыстырып қарайсың ғой, таразыға салып. Реально не екен да, жауапкершілік жоқ, яғни жаңағы осындай бір жоқ, опять же бір әр отбасында әртүрлі жағдай бар ғой, мысалы мен әкесіз өскен баламын да, өзім сол ерте әкемнің орнына ер адам болдым деп ойлаймын да. Жалпы бұл жерде мен не аламын да, жауапкершілік жоқ кезде деп адами құндылық бар ғой, мысалы отбасы, анаң, ата-ананың разылығы да, сол кезде бізде отбасы болған жоқ, және де ата-анаға бір білмеймін, дін болған жоқ, опять же, дінді қояқ, превыше всего дінді қояқ да, діннен келеді ғой бәрі, анаңның аяғының астында жұмақ бар да, яғни бұл жерде қазір уже отбасың болып, уже олардың құндылығын білесің ғой, сол өткен өміріңе қарайсың, оказывается, ол действительно кәдімгі бос жүріс, бос жақсылық апармайтын зат екен да, мысалы, сол жолда қаншама адам қазір көз жұмып өліп кетті, қаншама адам мысалы сотталып кетті, тағысын өмірі талқандалды. Әр периодта бір құндылық бар екен да, Сәке, түсініп отырсың, мен соны түсіндім да. Мен мысалы қаншама небір кәдімгі тілге, жүрекке жатып алған өзінің сондай способность да, яғни өзі неге қолына келетін адамдарды көрдім да, өмірбаянын қарайсың ғой, кино ғой приблизительно да, жаңағы не хуже черного двора.
енді да соның бәрін салыстырып үйіме келемін ғой, кішкентай балдарымның иісі бар ғой, олардан да асып түседі да. Міне маған ең керегі осы күшті, хотя оның өмірі жаңа басталды, оның өмірі да, бірақ ол одан да асып түсті да, оның өткенінен де көргенінен де. Ол потому что мен жеке ойым да, потом. И бұл жерде опять же таки айтып отырсың ғой, Аллахқа әркіміміздің тағдырымыз бар ғой, мысалы жазғанда. Сол жерлерді бір қараймын постоянно уже. Кино шынымды айтайын, Макс, мына киноны мен көре алмай өтетін шығар, потому что уақыт жоқ та постоянно. Бірақ уже көп адам не істеді да, бірақ желанием қатты көргім келіп ашып отырсың қазір бұйырса кірісуге. Сіздің басыңыздан өткен нәрсе ғой, сіз сондай неден өттіңіз да. Біздер может онда өткен жоқпыз да, сол үшін ойлайтын шығармыз, ондай адам ондай адамдар болу керек. Этаптан мәке может сіз өтуіңіз керек болған шығар, может да. Сол этаптан кейін сіз мысалы қазір мысалы Мәкеде сен кәсіпкерсің мысалға да, удачный кәсіпкерсің мысалға да. Аллаға шүкір. Мысалы ол этаптан өтпесең сен қазір осындай күн болар ма еді мысалы атаға саған. Тағдыр болу керек болды. Енді просто Сәкеңнің мына жерде айтқысы келгені менің жеке ойым да, Сәке сен жалпы өзенде әлде де жаңағыдай аға іні, мысалы двордағы мысалы братандарды сыйлау, кішіні сыйлау деген сияқты да, сондай бір кішігірім понятие болу керек деп ойлайсыз. Бар ондай понятие бар. Жоқ, бар екен, бар ғой, болу керек деп ойлайсыз ба, потому что егер де ондай как бы кішігірім контроль ғой, ол да бір кішігірім комьюнити сияқты зат қой, былай қарап отырсаңыз да. Келісуге де болады, келіспеуге де болады да. Просто ол жерде мысалға ол братандардың түсінігі, мысалға сол дордағы, мысалы қазіргі бізден кейінгі поколение ғой енді, одан кейінгі кішілерді қалай тәрбиелейді мысалға да. Оларға байланысты қойса дейсің ғой. Жаман затқа итеріп кетсе, онда уже зачем бізге ондай понятие мысалға да. Бұл жерде көп та бұл темадан бар ғой, былай алып қарасаң. Плюс та, любой заттың плюс минусы болады ғой онда. Сол келіп кетер пайда, мысалы, көз ашық балдар болса, ел көріп, жер көрген, болындай братандары жаман затқа итермелеп отырса, пайдасы жоқ екенін түсініп қоя қойады. Біздер мысалы спорт залда өстік қой біздер да, біздер деген дисциплина білеміз. Бар екісілердің ужас қой дисциплина. Субординация дегенді білеміз да. Күнделік тексеріп, солай ғой, қалай таяқ жедік қой, старшалардан таяқ жедік. Келгенде тырнақтан бастайды ғой. Старшалардан таяқ жедік. Ондай негізі бар ғой. Қазір қандай? Вопрос. Қазір старшалар ондай жоқ шығар. Старший, младший деген жоқ. Тырнақ тексереді деймін. Жоқ, қазір енді тексереді. Мен балам ММА-ға барады, Асекең келіп кәдімгі сұхбат та. Асекеңдер енді бұрын кәдімгі тренерлері ғой. Қолдарына указка сияқты бірдеңе алып алады да, прямо. Бәріміз солай. Менің ең алғаш только тренировка, садиктерге де бір мектептерде де балам тұрма деген сонда конфликтный момент. Ондай да бар, өкінішке орай. Жаңа Асылбек деп отырған ММА-дегі Асекеңдер менің ең алғашқы тренерім Бақытжан екеуі. Ол жаңағы біздер сол Асекеңдер солай тәрбиеледі. Бісмілләдан аяғың мен қолыңды былай ұстайсың, тырнақтан бастайды. Қолдарың жаңа указкамен сол тәртіппен әлі келе жатқан болып тұр ғой. Содан шығар тырнақтарым жоқ. Как положено. Мен борецтерді істейтін едім, как ученен ұрады. Біздер бірақ ол кезде Сәке айтып бармайсыз сол мамаңызда. Жоқ, ол жерде ондай нәрсе жоқ қой. Қазір басқаша. Тренировкадан кейін арқандағы жаңағы ана резинкамен тиген сызықтар санайтын едік қой тренировкадан кейін. Кімде нешеу бүгінде. Көп шыдаған кімді? Кім көп таяқ жеді. Еще ана высокий партер дейді, тұрасың ғой, ұрада тарс, үндемей тұрасың ғой, а тебе нравится? Тарс. А тебе нравится дейді. Негізі жылағым келіп тұрады ар жағында. Жаңағы чемпион, жаңағы балаға қатысты да, мысалға, жаңа айтып отырсыз ғой Мұхит. Неше түрлі мектепте де мысалға естіп жүрді қазір бәріміз, мен баламның өзі үлкені алды, 14-ке толады бұйырса да. Менің өзім мұғаліміне барып, мұғалім маған жалғырсаң еді, мұғаліміне айттым. Жаңағы бұрындар біз естейтін едік қой жаңағы. Еті сенікі, сүйегі менікі. Мен мұғаліміме айтқан кезде сол сөзді да, мен баланы сізге бердім ғой мектепке. Маған ұрасыз ба, басқа қыласыз ба, орынсыз ұрмайсыз деп білем. Бірақ бала сіздің қолыңызға беріп отқаннан кейін сіз осыны ұрасыз ба, басқа қыласыз ба, тәртіппен келтіруіңіз керек, сүйегі менікі дедім да. Ал әжесі, шешесі біреу сізге звондайтын болса, маған айтыңыз, мен ол жаққа өзім жауап беремін деді. Сөйтіп тапсырдым ғой. Солай тапсырып едім, ана апай деген кәдімгі риза болғанда да, мен шынымды айтайын дейді, мен ата-ананың аузынан соңғы неше жылда дейді, мен бірінші рет бұл әңгімені естідім дейді да. Менің баламды шыны керек, сол апай кәдімгі дұрыс жағына қарай білімін реттеп берді да, содан кейін.
Біздер қазір не істейміз, өкінішке орай бәріміз шыны керек, бәріңізде жаңа тәрбие жөнінде орынбасар болды ғой каждый мектепте. Указка емес, қалың ағаштар сынған шығаратын еді ғой. Бірақ соның біреуін үйге айтып келмейсіз. Қазіргі өкінішке бірімді бір апай айтып тіркпен ұрып жер тесіз айтып сол кезде де маханға айтпайсың, махан білмесіне мамамыз, анамыз точнее. Тігіп қоясың, паленный ғой, тартып ер адам біздер қайдан тігесің? Қазір естіп жатасың ғой жаңағы. Бірдеңе істепті, сәл бүйтіпті, сөйтіпті, үйіне ата-анасына келіп, менің балама қолың ұшын тигізбе деп. Мұғалімдерге шыны керек, ол кеше мұғалімдерді қорғайтын заңдар да шығып жатыр ғой қазір. Кеше өткен аудиолар тарап жатыр, мұғалімге дөрекі сөйлесе, ата-анасына басқасы. Дәрігерлерден бұрыннан бар ғой статья. Қатқа бұрыннан емес қой, осы жақында басталды осы. Жоқ, жалпы қорғау керек. Дәрігерлер дейтін қазір түрлі пациенттер ғой. Статья шықты да, егер де дәрігерлерге боқтайтын болсаң, балағаттайтын болсаң, біз заявление жазамыз да, сразу тапсырамыз, даже милиция шақырып, милиция келіп алып кетеді. Сонымен штраф, в общем, 45 мың ба, 50 мың ба штраф. Кім боқтайды обычно сол жаңағы? Пациент тумаластар оқты, келіп алып боқтайды. Ой, мәке, кәдімгідей бар ғой, историялар айтып берсең. Жоқ, братан, таңғаламын да, мен өзім ауырмын, мен саған қалай боқтаймын? Живой труппын ғой мен. Жоқ, пациент бар. Мен деген кеше больница жатып жүрдім, аяғыма операция істеп, ойбай деп жүрдік біз. Ақтауға бардың ғой сен, өзенге барғанда сен бүйтіп жүретін едің. Ақтауда да на уровне болса екен. Я имею в виду, просто бізде айтып отырсыз ғой, енді Ақтаумен 150 километр разница бар деп та. Мысалы оқуға барамын, Астана, Алматыларға барамын, көремін да енді. Пациенттердің дәрігерлерге отношениесі қандай екен да. Бізде өзенде өте басқаша да енді. Жоқ, ол жағынан да ерекше ба? Адамдар бар енді түсінетін, тыңдайтын. Енді келген кезде бар ғой, кәдімгі сен, как будто сен сол ауруды сен соған жасап берген сияқтысың, сен соған обязан сияқтысың. Сондай бір нелер бар да. Опять ол жағдайды да түсіну болады сияқты ма екен. Бір енді қолына келген бәрін жасап отырсың да, бірақ қалай болмағаны да сен соны істеген сияқты болып, сен соны ауруды соған жеткізген сияқты болып та. Біздерде менталитет қалай? Жалпы Қазақстанда мен өзім ойлаймын, жалпы науқастар мысалға да до конца біздерде мәдениет бар ғой, именно спорт жағынан мәдениет, өзінің денсаулығына қарау мәдениеті бар ғой. Мысалы жеке өзіме де айтайыншы, мысалы мен сол қоғамда өсіп жатқан адаммын ғой, денсаулыққа маңызды затқа қарамаймыз. Ең денсаулық зор байлық дейді ғой. Біздер қайтеміз? Біздер уже бітеміз ғой, уже шампан болып уже. Таңғы сағат 3:30-да келіп тұр да, 4-те келіп тұр да. Қашан алып бастады соң? 5-6 күнде ұлып қалды дейді. Содан өткізіп алды ғой. Істеді сағат таңғы 3:30 болды ғой. Хотя вот дейтін кешкі сағат 8-9-да келмейсің ба? Әңгіме жоқ. Мен шаршап тұрмын да, 3:30-да. Мен қараймын, аман жоқ, ол менің жұмысым. Бірақ до такой степени да уже кәдімгі өткізіп кәдімгі шыдай алмай уже басқа выход жоқ. Содан кейін келіп тұр да. Неге сондаймыз да біздер? Мысалға дейтін, мен естиміз ғой, Америкада, мысалы басқа жақтарда оларда енді медицина платная. Мысалы естисің, бір дәрігерге кіру үшін мысалға да студенттер болып жаңағы оқығанда 7 сағат, 8 сағат күттік дейді да. Мысалға да олардың медицинасын мысалға дейтін, ойбай аға көке деп мақтайды да мысалға. Бір жағынан біздерде 10 минут күтпейді ғой, 10 минутте кеш қалып келсең бетіңе қарап брат, осы сөзің аузында кешегі тоқ болмаған жағдайда қалай болды вообще положение? Енді біздерде генератор бар ғой, генератордың өзі де кішкене істемей қалып сондай мәселелер болды да. Бірақ енді әйтеуір өтіп шықтық, әйтеуір ондай Аллахтың қалауымен жаңағыдай. Ондай жерде бөлек генератор бар, генератор бар. Істетіп жатыр генератор. Жоқ, генератор бұрыннан болды, бірақ именно сол светті өшіп бастады ғой, сол кезде тұрақты бере алмай қалды. Но там әйтеуір жұмыста жігіттердің арқасында әйтеуір не істеп нормально болды. Жаңа сен айтып отырсың, көз алдыма елестетіп отырмын да қалай. Мен ситуация болды, дәл сол ситуацияда операцияда тұрмын, короче. И операция жасап отыр, жақындап қалды операция бітуіне да. И сағат цвет өшеді да. Хорошо, что бізде общий наркоз дейді, например, аппараттар жатады да, ЭВЛ аппарат, искусственный вентиляциялық аппараттар жатады. Ол аппараттың біруі батарейкамен істейтін түрі бар, батарейка істейтін түрі бар да. Ол жерде ол ИВЛ жатқанда просто внутривенный наркоздар жатыр да. Еще мынандай лампамыз бар да, лампа тоже батарейкасы бар екен да. Новый больница әйтеуір узимный газдың арқасында әйтеуір новый больница болып қалдық қой, әйтеуір сондай кішкене нелер бар. Бұрынғы больницада бізде ситуациялар болды, цвет өшкен кезде, соткамен бүйтіп жарығымен операция жасаған кезде.
Вот содан кейін мысалы біреудің операциясы неудачный болса да мысалы Құдай сақтасын. мысалы адам жынданады да. Иә, конечно, человеческий фактор дейтін болады. Именно технический, мысалы, вот тамырды мысалы тіге алмай, мысалы тамыр үзіліп кеткен, мысалы біреу деді, допустим, да, инструменттер керек болады, сосудистый инструменттер жоқ болады, например. Қолмен уже ана жерде сен дейтін уже өзіңнің творчествоң басталады ғой уже ана жерде. Бірдеңеге жаңағы жалғап ана медицинаға қатысты да. Осы жерде мен айтайын деп отырмын да, ол сұрақты мен сізді маки бір бұрышқа не істеуде емес, если біздің өзіміздің өзінде осындай проблемалар болса да, кеше інім айтқандай өзім жаңағы ошақ басында жаңағы соғысты айтады дейді, Украина жаңағы Россия да. Бір кнопка ма, бір пульт па, сөйтіп үлкен біздің ағаларымыз да. Вот зачем ояққа лезет біздің өзімізде көп емес па проблема да? Ол да қауіп бар ғой, сосын қорқады ғой. Бізде әртүрлі қауіп бар ғой. Украинадан кейін Қазақстан дейді, соны қауіптің адамдар сол темаға любой точкеде сондай ошақ басында әңгіме үшін. Сонда соны обсуждать. Қоғамға, болашаққа қажет жоқ әңгімелер айтылады ғой да. Бір жерде бүгін ба, бір дағуат па, стористе басын бастап отқанда былай бастады да, қандай бір ауылдың деген жоқ, бір ауылдың деп мен өзімнің ауылда өскен адаммын, 1-2-3 жасымда ауылды мен айтпайын да, бірақ сондай бір қызық жерден шыққан адамның ақылы сол жердің ауласынан аспайды деп па бастады әңгімені ғой. Кім айтып отқанды ұмытып қалып отқанын қарашы. Бірақ бұл жерде опять же адамның ақыл санасына кетіп тұр да көбісі. Яғни жаңағы Украина басқасын қозғайтын болса да, бізге зачем? Бізде көп қой проблема да. Мысалы шәріп жүгіру жүріп көремін мысалға. Кімдер та Ерконың жаңағы Ноғаев Асқар, Жақау мысалы көремін ғой, стараться етіп отыр да. Сондай моментте неге қосылмайды деймін да, далаға қарай шауып та, бізге келіп кетер пайдасы жоқ. Жалпы оны былай да, Мұхит, осыған қатысты соңғы кездері әңгіме көп болып жүр, ол қоғамның өзгеруіне ұмтылысы бар деген қабылдау керек та, осы темаға қатысты неге орынсыз әңгімелер біз не істеуіміз керек. Менде енді бұрын шыны керек 2018 жылға дейін қаланың қоғамның мәселелеріне араласқан жоқпын да. Жүрдім просто, барам, жұмысым жасаймын. И сосын 18 жылдары қаланың қоқыс проблемасы басталды, ГКП сатылып кетті. Сол кезде мен араласып бастадым да. Енді қазір мен сол ізденістің арқасында сұрадым, іздендім, қоғамдық мәселеге араласып, бұлай айтқанда өзімді дамыттым. Одан бөлек біздерде жаңа Өзенмұнайгазда жас мамандар кеңес дейтін кеңес құрылды ғой. Соның 2013 жыл соның төрағасы Ноғаев Асқар болды, жаңа қасымызда қазір депутат, қаланың көбісі таниды ғой. Сол жігіт төраға болды. Соның кезінде көптеген шаралар ұйымдастырдық, тренингтер келді. Алматыдан Аслан дейтін жігіт келіп, 20 шақты адамды қып-қызыл шоқ басқызды. Ол провокация жасап бастырды да. Жаңа сендер бірінші әңгіме айтты, ортаға от жақты, шоқты жайып тастады. Психологический тренинг жасады, бірақ ана провокация жасап, біздің жаңа ауылдың, өзеннің жастары, Өзенмұнайгазының жастары ана кісінің қудыртқанына, ана кісінің жаңа провокация жасағанына беріліп кетіп, аяқтарын күйетінін біле тұра қып-қызыл шоқты басты 20 шақты адамның аяғы күйіп, біреулер тіпті айлап жұмысқа шыға алмай жатып қалды табаны. Реально басты. Жүгіріп қойған ғой. Иә, кәдімгі шоқ. Әңгіме айтқан ғой, былай ғой. Мен енді сол күні, именно сол күні бара алмай қалдым. Сол күні тренингке. Кендірілде кәдімгі костер жағып, әңгіме айтып отырып, анау психологический тренинг, психологтың өзінің қолданатын әдістерін қолдана отырып, бәрін өзіне қаратты. Енді ода білім көп, ілім көп ізденген жігіт қой. Біздің ауылдың жігіттері 2011-ден кейін не көрді? 13 жыл болған зат қой. Басты да еще. Иә, әңгіме жаңа от жанып болғаннан кейін шоқты жайған, жаңа Аслан дейтін жігіт, мына шоқты жаямыз, бұдан қорқпай үстінен бассаңдар, аяқ күймейді деген ғой. Сосын ешкім баспайды. Сосын бұл тұрады да, мен Жаңаөзенге, Алматының жігіті, мен Жаңаөзенге келе жатқан кезде Маңғыстаудың Адайдың жігіттері батыр деп естіп едім, оның ішінде өзендіктер батыр деп естіп едім. Сендер тем более кеше ереуілде бүйттіңдер, сөйттіңдер деген сияқты өзінің орны мен тактикасын пайдаланып. Главный кнопканы басқан ғой. Главный кнопка, ол оказывается өзінің әдістері бар. Бізге не керек? Бізге қай саланы алсақ та білім керек, ізденіс керек та. Я сөйтіп ол жігіт не керек? 20 шақты адам қудыртып, сол жерде қып-қызыл шоқты басып, аяғын күйдіртті. Шәріп көресің бе қазір соларды басып? Көремін, күледі әлі күнге дейін. Сен бастың ба? Мен айтып отырмын, барған жоқпын. Барғанда да енді білмеймін, басам деп айта алмаймын, бірақ сол жерде жаңа именно бастап кеткендердің көпшілігі БЖВ-да жүрген жігіттер да, енді өздері де күледі қазір айтсақ та. Енді әңгіме ол жерде неден келеді? Былай қарасаң 2013 жыл 88 жылғы жігіт қой.
сол кезде өзімен қатар жігіттерді қудырып қып-қызыл шоқты бастырды. Ертесі күні жігіттер сен неге құймайды дедің ғой, неге басқызасың деген кезде жаңағы жігіттің айтқан әңгімесі: сендер, мен террорист болсам осы жерде, мен осы қызыл шоқты басқандарға любойына теракт жасататын едім дейді. Бұл сендерге провокацияға берілмеудің ең бірінші және ең үлкен сабағы деді да. Ең соңғы деп айтуға да болады. Соңғы деп айтуға да болады да. Точкасын қойып. Содан кейін ана жігіт сендерге үлкен сабағы деді. Ең үлкен, ең бірінші, ең үлкен сабағы деді. Сол айтқандай манағы біздерде депутаттыққа келеміз деп ойлаған жоқпын, шынымды айтсам да. Бірақ манағы ізденістің арқасында келді. Кітаптарды оқимыз, әртүрлі посттарды оқимыз, саяси мәселелерді қараймыз. ГКП тазалық не үшін сатылып кетті? Неге сатылып кетті? Қалада қоқыстың проблемасы неден пайда болды деген сияқты іздендік. Оказывается, сол кезде Фейсбукке жазамыз, Инстаграмға жазамыз. Челленджер жарияладық, Жаңаөзен қаласының әкімі орнынан кетсін деп. Ол кезде жаңа Әділ Құлынтаев дейтін азамат болды. Соның кезінде ГКП тазалық сатылып кетті, содан кейін проблемалар болды. Сөйтіп келсек, енді қазір біздерге мүмкіндік берді да, праймериздің кезінде депутат бол, давай сен көтеруші сол мәселені, давай ішінен кіріп жаса енді. Біз қорыққан жоқпыз. Хорошо, кірейік, мүмкіндік беріп тұрсыңдар ғой, депутаттыққа ұсындық, праймеризден өттік, халық таниды. Жаңа Асқар бар, орынбасар бар. Сосын жаңа Мақсат дейтін азамат болды, енді ол көп көрсеткен жоқ өзін, бірақ ол да көп жұмыс жасады бізбен бірге, 4 жігіт болып жұмыс жасадық жастардың ішінде. Жаңаөзенде да. Содан кірдік, ішіне кіргеннен кейін мәселе сырттан информацияң жоқ, сырттан бейт, неге анау былай емес дегеннен гөрі, ішіне өзің барып, ішіне информациялық жасаған, ол бөлек нәрсе да, екі түрлі әлем. Енді жаңа айтып отқанымыз, біздің жастарымызға, біз қазір чаттарында отырамыз, ауылдың ішінде тұрғындар мәселесін көтереді, бірақ дұрыс емес жағынан подход жасайды да. Акимат жеп жатыр дейтін баяғы жалпылама әңгіме айтады, Құдай сақтасын, ол жерде жеп жатқан адамды қарап отырғызбайды да. Оны қадағалап отырған органдар бар. Антикор бар, жаңағы антикор бар. Олар не дай бог ол жерде біреуінің сүрінгенін көретін болса, ешкімді аяп жатқан жоқ, сүрінгеннің бәрін соттап жатыр. Өздерінен де бір көңіл құлап ұшып. Өздерінен де бар ол. Бірақ енді біз қазір көріп отқанымыз не керек, халыққа жаңағы мұхит айтып отырмыз ғой. Жастарға да, халыққа да оның ішінде дұрыс ақпарат беріп білу керек та. Шыны керек, 30 жылдың ішінде жаңағы әртүрлі саясат жүрді, бірақ дұрыс емес саясаттар жүрді, бұрынғыдай жасырады. Қазір заман басқа ғой. Қазір талап басқа, қазір ашықтықты біледі, халықта информация көп, көз ашық информация көп, әлеуметтік. Енді оның ішінде де біздер ана чаттарда көріп отқан кезде мен мүмкіндігімше түсіндіремін. Осындай отырған отырыстарда. Мысалға, жаңа асфальт қайда дегеннен бұрын, асфальттың салдырту үшін оған қалай бару керек? Не заттарды білу керек, неден бастау керек? Сөзің аузында жақсы айтып отырсың, күшті. Ішкі кухняны көрдің, сезіндің. Жалпы ішкі кухня қалай? Бюрократизм, менің жеке мнением, таза бюрократизм мысалға да. Бір затты ауыстыру үшін мысалға да, допустим, бір көшенің бір асфальтын ауыстыру үшін мысалға да, соны істеуге 5-6 ай уақыт кетіп қалады. Бұлай да бірдеңе мысалы ПСД дейді, мақсат түсінікті, оған ол мәселе бюрократизм бізге керек пе мысалға да? Мақсат оны былай да, оны бюрократия деп қабылдауға да болмайды. Ол шыны керек, бізде мына қалаға керек нәрсені жасау үшін көп жерде мына госслужбаның заңы бар ғой, жаңа госстатуттар бар, өзінің процестері бар. Бірінші ПСД жасақтау керек, ПСД жасақтау үшін бірінші примерно суммасын шығарады. ПСД-дан кейін экспертизадан өтеді деген сияқты процестер қиын да. Ол манағы айтқан, ол конкурсқа өту керек, конкурста 2 ай тұрады. 2 айдан кейін мысалы, или 3 ай ма қалай болады? Одан кейін ол бюрократия деп қабылдауға дұрыс емес та. Одан кейін мысалы 2 кәсіпкер жаңағы неге түсті ма? Қазір мысалға Кендірлде асфальт салыну керек, 200 миллион ауыл ел бесігі бойынша бөлініп тұр, теңгеде 200 миллион бөлініп тұр, бірақ асфальт тұр да салынбай жатыр. Жаздың мезгілі өтіп барады, асфальт салады. Ертең қыстың кезінде ақша бөлініп кетіп, жаңа жеңімпаз анықталып кетіп жатса, қыстың кезінде салынады дейді, содан әңгіме болады. Енді ол неге деп мен кеше как депутат ретінде неге тіреліп жатыр? Ана қаржы игерілмей жатқан қаржының қатарына кіріп кетті да. Ол игерілмесе ертең қайтарып алып кетеді ол ақшаны да. Баяғы асфальттар жоқ. Енді әңгіме мынаған келіп тіреліп тұр да, жаңа айтып тұрмыз ғой. Ол жеңімпаз анықталды, көктемде анықталды жеңімпазы да. Асфальттың төсенішін алды, бәрін қылды. Енді жаңағы шебін төсенішін төсеп, уже жұмыстарын бастау керек кезде технадзор деген бар ғой, техникалық бақылау да. Сол технадзор теңгедегі 10 компания түскен, Кендірліге 25 компания түскен конкурсқа. Енді ішінде біреу жеңімпаз деп анықталады.
оны аудитке портал арқылы не бере алады, тексеріс жаңағы қарсылығын білдіреді, оны аудит тексереді да, баяғы жеңімпаздың барлық құжаты дұрыс деп қалдырады, ол алады да аудиттің шешімімен келіспейді, республиканский тағы бірдеңеге не береді, ол да өзгеріссіз қалдырса оны сотқа береді. Сөйтіп бір жылға созылып кете ма, ол белгісіз дейді да, көрдің ба? Ол тек қана жұмыс жайына разбор мына жақта мана бүкіл Қазақстанда болып отыр сондай мәселе. Оны мәселені кеше сенаторлар келді, мәжіліс депутаттары келді, бәрінің алдында көтеріп айттық да. Неге бұрын технадзор, техникалық бақылау мемлекеттің балансында, мемлекеттің өзінің қарамағында болғанда, қазір кілең мекеме ашып алған, бір-бірін сотқа береді. Енді сол бір-бірінің арасында жеңімпазды анықтау үшін бір-бірімен соттасып отыр, пострадать етіп жатқан, зардап шегіп жатқан халық сондай нәрсе. Әдейі деген сияқты да ол. Менің жеке мнениемде, мысалы, неге шетелде, мысалға да, Японияда болсын, басқа жақта болсын, асфальт, мысалы, бір көшенің асфальты бір түнде салынады, күн емес, бір түнде салынады да, бізде жаңағындай да бір жылға созылады. Енді ол жақтың заңдарын білмеймін, бірақ мана заңдарды алмаймын мысалға. Бүкіл Қазақстан біз, конечно, өзенде отырып, конечно, ол шешетін мәселе емес. Япония мен Қазақстан салыстырма. Жоқ, кеше дейтін министр айтты ғой, энергетика, біздер Тойотадан озып кеттік, ойбай, кеше Япониядан 5G бойынша озып кеттік деді ғой. Ол да качак етті. Жоқ, брат, жаңа операцияны біткен бойдан светсін дейсің ғой, мысалы, Японияда ондай бола білмейтін шығар, алға дамып кеткен мемлекет. Япониямен салыстыруға біз әлі ертеміз ғой, оған асығып қажет. Платин деген игерілмей ақшаны игермеуге жағдай жасайды деп тұр ғой. Жоқ, енді бұл манаға айтқан қалдырып қойған бюджет. Шындығына келгенде былай ғой, 30 жыл бойы жаңа халықты айтып жүр ғой, 30 жыл бойы не істедік? Біз мықты елдердің қатарына кіруге де болатын еді, бәлені түгел. Енді өкінішке орай солай болды, оған бір определенный адамдар жауапты да. Ал енді қазір жаңа Қазақстан дейміз, кешегі мысалы. Шар битик то открыт сөйлесек, раз 30 жылда кінәлі кім екенін білмейміз ғой, білеміз ғой. Пайымынан айтпай-ақ қояқ та, ясын бұл картина. Бұл жерде менің өзімнің көзқарасым бар ғой, дінге сүйенетін болсақ та, реально дінге да, біздің Аллахтың берген діні бар, ислам діні да. Сода бүйтіп келеді. Какой правитель дейді, такой народ дейді. Реально да, бұл аңмен ойлақ бара. И мен де оны сен тәрізді жағында зерттеген жоқпын, бірақ адам айтып отқан адамнан исходить етті да осы мәселе. Мысалға, тот жаңағы мұнайшыларды айтады, немесе жаңағы тоқ саласындағыларды айтады, немесе тот же больницадағы питанияны айтады. Жасап отырып, істеп отқан жерінен там солярка ұрлайды, тоқ жақтан ана тоқтың бір оборудованиесін ұрлайды, сіз жақтан питанияның бір деңесін да, халық 30 жыл, енді мен ол кісіні де асыра сілте мақтамай-ақ қояйын, оның да барша соңғы жағындағы яғни қателіктері да көрініп тұрған. Бірақ халық қандай, Аллах тағала дәл сондай оған не береді екен да? Правитель дейді ғой да, басшы да яғни да. Оны да не қылып ол сөзбен жалпы дұрыс сөйлесек, әдемі сөйлесек, түрлі нәрсені шын құсатып көрсете беруге де болады, манаға айтқанда. Енді мысалы Грузияны алатын болсақ, Саакашвили Шеварднадзаны құлатты да, билік басына революциямен келді. Ақ үйіне кіріп барды халықпен бірге да. Снайперлер өзі айтады ғой, снайперлер, маған не қылып отқан снайперлер қолын бұлғады деп та. Енді сол жерде ой туындайды да, сонда Грузия халқы Тбилисидің ортасында, Астанасының ортасында халқы түнде жүре алмайды. Біреу қылмыс жасап, біреудің бірдеңесін ұрлап алса, тартып алса, полицияға бармайды, орзакондарға барады. Орзакондар шешіп береді. Сондай ел, и ол 9 жылдың ішінде мемлекетті 180 градусқа өзгертіп жіберді Саакашвили. 360 дейсің. 360-ға дейінгі де болады да. 500 олақса. Мысалға да, кейіннен Грузияға барған кезде, музыка түрмеде отыр. грузиндерге барған кезде, бір грузин жігіттің, үлкен жігітпен сөйлестім да, сіздер қалай енді жалпы, ол кезде уже Саакашвили кеткеннен кейін да, ол айтады, бізде ең күшті реформасы жасап кеткен дейді, полиция жасап кеткен реформа дейді. Полициялар манаға айтқандай адал жасайды, бірде-бір тиын алмайды, коррупция. Енді мысалға сол жерге жаңа әңгімеге келетін болсақ та, полиция кіре алмай қалды, біреулер бар, полицияны тыңдата алмады. Көшеде отыр екі адам. Мұхит, солда мысалға сол жерде Грузия халқы жаңағыдай жағдайда жүрді, Грузия халқы момент өзгеріп кетті, өзінің халқына сай Саакашвилиді беріп жіберді ма дейді, тағы да сұрақ туындайды да. Парадоксы, бұл жаңағы әңгімеге қарсы келетін жерлер бар. СССР-дің кезін алатын болсақ, Ленин келді, Сталин келді, Сталин өлгеннен кейін халықтың жағдайы қалай өзгерді. Сталин мысалға өлерінің алдында репрессияның екінші толқынын дайындап жатты дейді да. Өлерінің. Оны ана өзінің қол астындағылар тағы да баяғы өзінің
НКВД-сының басшыларын атып тастады. Соларды атқызып біздің де соның күйін кешеміз деп өздері қолдап ұйымдастырып дейтін тарихи деректерді ютубтан қарасаң көруге болады. Қандай басшының артынан жақсы әңгіме жүрмейді. Иә, жалпы да, бірақ біз енді айтып отқанымыз, манағы айтқан халқына сай дегеннен бұрын да қайдан білейін, может Алла тағала да солай беретін шығар, халқына бір моментін күту керек шығар. Енді кеше қаңтар оқиғасында көретін болсақ, біз революциялық жолмен өзгерісті, қатты өзгеріс тек революциялық жолмен келеді деп айтады ғой. Қаңтар оқиғасында жағдай тонап отқан адамдар. Иә, жағдай қалай болып кетер еді мысалға да? Егер жаңағыдай шынымен билікпен шәке, қаңтар оқиғасы деген зат бар ғой енді бұл. Теманы ғой. Просто ауыр тема ғой. Иә, ауыр тема, жалпы айтып жатқаным ғой жаңағы неге қатысты да. Алматыда болды енді. Астанада, кроме Астаны ғой мысалға да. Сұрақ та ол да. Иә, ол үлкен сұрақ. Қазбалай берсе қазір кетіп қалады сияқты үлкен. Жоқ, тоқтамаймыз ғой мына жерде әңгіме айтып жатқаннан кейін. Что мешает деп отыр ғой біздер неге қазір манағы айтып отқан әңгімеге келеміз ғой. Бұның әңгіменің ар жағы бәрін жаңағы алып келіп жатқаным біздерге жалпы енді мына депутаттыққа келдік, шыны керек көп нәрсені көріп келе жатырмыз, бірақ депутаттықта жүр, қоғамдықта жүр, қай медицинаға бар, қай салаға барсаң да барлығына білім мен тәрбиеге келіп тірелетінін көрдік та. Білім керек бізге да. Біздер мысалға жаңағы оқушылар сарайын салу бойынша 9-да 2 миллиард. Ана оқушылар сарайын Астанадағы, Көкшетаудағы оқушылар сарайын көрген кезде, болашақ сарайы дейді. Ананың ішіне барып, ішіндегі оқушыларға жасаған жағдайын, оборудованиесін, компьютерін барлығын көрген кезде, жан-жаққа шығып жүрміз деген біздің өзіміз, ана видеоны түсіріп жүрген кезде қасымызда Асқар бар, орынбасар бар. Видеоны мен түсіріп жүрмін, и сол жерде байқап қалдым. Сұраймын да, Асеке, байқап жүрсің ба деймін да, манда мен видеоға түсіріп жүрміз, видеоны қайттан қараған кезде біз маңырап жүрміз. Ананы көрсетіп ішінде мұғалімдер мә дейміз да. Мә, күшті, мә деп жүріп, шыны керек. Видеоны қарасақ шынымен солай екен да. Біздер енді бұл нені айтамыз? Әсерленіп отырсыз ғой. Иә, әсерленесіз, себебі оның ішінде көрмеген аймақ кабинеттерді көрдік. Оның ішінде көрмеген жаңа заманауи, оказывается, мектеп, бином мектептерді көрген кезде әлемдік стандартқа сай заманауи мектеп осындай болу керек екен дегенді көрдік та. Енді ондай мектепте оқыған бала, енді биномның ішінде біз барып көрдік. Енді полный, почти 100% туалеттерден басқа жердің барлығы камерамен. Маке, қара, тыңда, Маке, тыңдашы. Мектеп деген ол. Иә, мектеп жаңағы енді көргеніміз енді былай да мәдениет қаяқтан қалып тастады, манағы мәдениетке келіп жатырмыз ғой. Біздің мектептердің жағдайын шыны керек өкінішке орай көрдім. 2 мектеп кеше 8-14 ремонтталды. Иә, миллиардтың үстінде қаржы бөлініп ремонтталды да, капитальный ремонтталды. Енді жаңа мектептің ішінде балдар қалай өзгерді дейді, мен айтқым келіп отырғанда, Астананың балдары ғой мысалға. Астанадағы мектепті көрдік. Басында бүйтіп соткасын бір сумкасын тастап кетсе, бір салып алып кетті дейді да, бір-екі бала. И біз камераны қараймыз, ана баланы тауып бердік, и балдар түсінді дейді. Мына телефонды біреудің бөтен затын алсақ, біз под контроль уже алуға болмайды екен. Оларды тауып бердік, соткасын орнына қойғыздық, сумкасын орнына қойғыздық, и келесіде кез келген бала коридорда соткасын, сумкасын тастап арқайын жүре беретін болды дейді. Бірінші адам, екінші адамның затын алуға болмайтынын түсінді дейді. Енді қазір ол іштегі мәдениет, жаңа іштегі тәртіп камерамен орнатсын, қадағалаумен, бақылаумен орнатсын, бірақ ол сыртта да оған жұқты дейді да балдарға. Біреудің затын біреу алуға болмайтынын түсінді дейді. Сол сияқты Жаңаөзенге кезінде естідіңіз ғой, бір әлеуметтік желіге шықты, бином мектебі салынады деді. Иә, естідік, сол проект не болды сол. Оған енді облыста әкім орынбасары бір определенный атын атамай-ақ қояйық. Иә, сол кісілер таза қарсылығын білдірді, ол өте қымбат проект еді. Қанша примерно плюс-минус? Бір мектептің құны 1,5 балаға арналған 9,5 миллиард теңге деді ғой. 9,5 миллиард теңге да бір мектеп. Көкшетауда салынған да? Ол Көкшетауда оқушылар сарайы салынған. Астанада жаңағының 3-і болды ол кезде да. Сіздің мақсат барған ондай соны көріп бізге алып келу болды да? Бізге алып келгенде ол мемлекеттің программасы ар жағында да. Главный инвестордың сонда? Мемлекеттің программасы, мемлекеттің бюджеттен қаржыландырады, бюджеттен қаржыландырған сенімгерліктер. Менде екінші сұрақ қойды. 1,5 оқушы ғой да? Иә. Ал салдық, допустим, 9,5 миллиардқа. Да, көз алдымызға елестесек, вообще сол Астанадан да асып түсетін мектеп салып. Сондай салынды, бір проект болды, типовой. Иә. 1,5 адам кімнің балдары оқиды ондай жерде? Қара. Енді осы жерде сөздің алдында да шығар. Ол жерге сенің балаң оқиды, ол жерге менің балам оқиды. Сенің балаң оқиды, каждыйымыздың да там Голдың бастығының баласы, акиматтың баласы, ананың директоры, УС-1, УС-2. 1,5 адам қарапайым халық, ол кіруде. Мен просто оны не үшін айтып отырмын да, ол жерге 1,5 адам бар, ол кілем өзінің
қолында билік шамалы бір не бар адамдар апарып тығады неді да өзім уже представление мен ол представление жаңа туған жоқ сол мен жаңа айттым ғой естідіңіз ба деп сол кезде көз алдыма елестеттім да қарапайым там допустим айтпасаң шәр қарапайымдылар уже екінші үшінші орынға очередьте сөйтіп искусственно бірдеңе жасалатын еді примерно макстың баласы шықса тығып жібереміз деген сияқты уже движ басталатын еді да сосын мен ол жерде есептеп 9,5 миллиардқа неужели Жаңаөзенде бір мектеп емес көп қой істейтін проблема да реально көп қой 9,5 миллиардқа жақсы зат істеу болады сөйтіп өзіме сол кезде мен өз ойымды сөйтіп жоқ былай ғой сіздің сөзіңіздің жаны бар да мына жерде мынандай ситуация ол 1,5 бала допустим менің балам болсын сенің балаң болсын бірақ 1,5 бала да 1,5 бала олар ертең өседі ғой сол мектепте өседі да и представь себе 1,5 бала олар уже басқаша менталитетпен басқаша оймен кругозор басқаша уже творчество жағы бола ма жаңағы технический жағы бола ма әртүрлі салаға кетеді да олар ертең өзеннен шыққан полноценный кәдімгі нелер болады да енді олар ертең қайтып келгенде уже мысалы өзенге қайтып келеді ғой мысалы 80% мысалы кетсін даже 20-30% қайтып келгеннің өзінде де мысалы әке шешесіне келеді ғой енді бітіріп келгеннен кейін я болмаса там олар уже басқаша өзеннің ситуациясы уже манағыдай ол агрессия болмайтын шығар. Мұхиттың сұрағына жауап беріп кетейінші. Жаңағы айтқанда мысалы Астанада қазір қателеспесем 6 ауыл салынды сол биномның да. Басында болған шығар жаңағы министр біреудің баласын тығып депутат бірдеңе қылды да. Бірақ қазір қалай қылды? Қазір ол мектепке соның айналасындағы аудандардың адресін береді. Соны алады. Сол ауданның балдарын алады. Контроль жасалды. Контроль жасалды да оған да. Мысалға мен Жаңаөзеннен барып ана өзінің сайты бар, сол жерге заявка беріп, Жаңаөзеннен барып түскен 2 баланы білемін да. Астанаға көшіп кетті. Бірінші заявка берді, сол биномға оқығысы келді. Біздер көрсеткеннен кейін көрді. Мен биномға оқимын, сол жерде көрдім келді, сондай мектепте оқығым келді мен деп әке-шешесін көндіріп. Енді қара. Ақтаудағы сөзіңізді шекті. Ақтаудағы КТЛ болсын, Назарбаевский мектеп болсын, школа болсын да. Наш школа, ниш. Мысалы, менің балдарым қызын тапсырды, салған жоқ, Мәкей. Салған жоқ, реально. Ол жерде именно тестированиені шетелде ма бір жерде қарайды да, Астанада КТЛ шетелде қарайды да, моему да. КТЛ Астанада қарайды, ана ништерді басқаға вообще шетелде қарай ма сондай бірдеңе. Мен ништер сен жаңа бір ауызың бір әңгімеңде шетелге оқып келген адам елге қызмет етеді дедің ғой да. Ондай проблемамен де осы сталкиваться етті бізде да. Шәріп естідің ба? Шетелде қалатындар қызымен еліне қызмет етті деп. Осы государственный бір программамен бар. Болашақпен оқығандар көп қой. Шетелде оқып келді ғой. Келмей қалды да? Келгендері көп қой. Бірақ ол мемлекетте жаңағы айтқан не өзгерістер. Олар не жолы Қазақстан келіп, бірақ оларда андай договор бар. Мынандай да, Маке, жаңа биномға қатысты айтып тастайыншы енді да, жаңағы. Маңғыстауға программа, мемлекеттің программасы енді бюджеттен ақша бөлінетін болды, бірақ 5 жыл бойы бөліп төлейтін қылды да, 5 жыл ғана сенімгерлік қалады. Өздерінің финанс, жаңағы центр финанс бар, жаңағы қаржы орталығынан алатын қаржылары, өздерінің жол жоспарлары бар. Сонымен ол 5 жылда бірдеңе миллиардқа барады, қымбат проект. Маңғыстау атқазып, Атырау 2-ін салдырып алды. Бір жылда 2 мектеп бітірді Атырауда. Атырауда 2 бином бар да. Алматыда, Астанада қателеспесем 6 ауыл бар да. Ананы манағы айтып отқан көргеннен кейін біздің өзіміз аузымызды аштық та, мә деп та. Заман талабына сай, в общем, мына Қазақстан Республикасының мектептердің қандай талабы бар министерствоның. Соның барлығы 100% орындалған мектептердің қатарында да. Енді бізге келгенде қымбат болып қалды. Атыраудың жігіттері, Атыраудың басшылары көзін жұмып тұрып жасатып алды. Зато Атыраудың балдары, жаңа 1000 мектеп болса, 3000 баласы ол. Енді 11-ді бітіргендер кете береді, бірінші классқа келе береді, поколение ауыса береді ғой. Манағы айтқан ол балалардың болашағы үшін ақша санаған жоқ, жасап алды. Бізге келген тіреліп қалды. Енді біздер жаңа Көкшетауда көрген оқушылар сарайын салдырту керек, қазынайдың қаржысына салынды, КПР барлығы не қылды, тек қаржыға келіп тірелген кезде мұнай түсіп кетті, план орындалмай жатыр, кеше қайта отключение. И өзенге келгенде тағы да ақша жоқ та, өкінішке орай тұр. Бұл жерде шәкірттің өзінің ықыласы көрінеді да. Яғни жаңа биномды зерттеп өзенге алып келгісі келгені көрініп тұр да. Ал мен бұл жерде бар ғой шәкірттің. Солай болғанда жақсы. Бұл салып тастаса да мақсатқа жеткенде де Алла разы болсын, көп адам салғын алатын еді да. Бірақ мен сол кезде жаңа 1-2 жылдықта осы әңгіме болды ғой. Енді опять же сол жерде не туынды, мен хотя ол затты ойламасам да болады.
одан маған келіп кетер біріншіден пайда жоқ. Гаррияның синим пламенем деп жүре берсем дейді, уже соответственно адам бар, қозғалып жатқан шаят бар, алып келемін ма, үндемейде отырсам болады да, бірақ мына жерде Аллахтың қолымен бүгін сонда мүмкіндік болды да. Бізде проблема 9,5 миллиардқа қазір жұмыс сұрап тұрғандар. Айтпа, проблема көп бізде да. Бізде былай ойлаймыз ғой да, мен қазір мұнайшымын да, сен де мұнайшысың, сен де өзде бір деңгейге жеткен бір дәрігерсің, Мәкең бизнесмен да. Мен кеше бір садақаға бардым да, садақада болады ғой, табаққа келіп қаласың, табақта бір танымайтын арасында отырып қаласың да, үй тамақ жеп отырмын да, бүйтіп, тамақ жеп болдым. Сені танып отыр ғой. Мүмкін да, тамақ жеп отырмын, бір жігіт айтады да, уақыт тісім ауырады дейді да. Мен ойымда дым жоқ, тісіңді емдетпейсің бе десем, ақшам жоқ дейді. Мен бір түрлі болып қалдым да, мен не үшін айттым оған деп та. Осы 85-86-ның бір біз қатар жігіт та, қарап отырсаң, тіс алдыру, тіс емдеу бір минимальный 20 мың теңге ғой да. Смотри, қандай ұрығым? Иә, минимальный да. Соны ойлап қалдым, неге мен бәрін өзімде көремін деймін да. Біздер 20 мың мұнайшы бар екен да, соның неше мыңы жұмыссыз да. Біз соны ойлауымыз керек та. Біз кейбір кезде біздер сондай адамбыз да, өзімізді көп ойлаймыз да, шешақты ойламаймыз. Содан кейін тұжырым жасаймын ғой да. Енді бізде жағдай Құдайға шүкір ғой деп айтуға менің нем бармайды енді. Себебі деген, менде жағдай күшті болуы мүмкін, бірақ неше адам жұмыссыз жүрді. Бәрін айтып та, менде бізде жағдай күшті ғой деп айтуға. Жоқ, Сәке, сөзің аузында да, кешіресің аузың сөзінде деймін, қалай айтады. Просто мына жерде бар ғой, бір мәселе бар да, мен келіспейтін жерім да, сіз вайнда да, оның алдында әзілдерде, например, жаңағы өзіңіздің неңізді түсірдіңіз сол мәселе бойынша да. Жалпы жұмыс істейін деген адамға бар ғой, Мәке, келісесіңіз ғой. Жұмыс істейін деген адамға жұмыс табылады негізі да. Просто біздерде жаңа мектеп саламыз ба, завод саламыз ба деген мәселе ғой. Менің екі выбор болатын болса бар ғой да, мен бар ғой деп ойланбастан мектеп салдыртатын едім. Хоть 12 миллиард болсын, хоть 15 миллиард болсын да. Себебін айтайын. Ертең сол мектепті бітіріп шыққан жігіттер, балдарда, қыз болсын, ұл болсын, бітіріп шыққаннан кейін олар дейтін, мына жерде көшеде өзімнің аяғымға кірем деп тұрмайды. Менің жеке мнением ойлаймын да. Олар зачем өзімнің аяғымға кірем дейді да, өзімнің аяғымға дейді, не резиновая желудка, правильно? Оған сен қашанға тығасың? Бәрі тұрады мысалға да, жеке мнением да, барлығы мұнайшы, мен де мұнайшы болғым деп кетеді, кейде бар ғой, шынымды айтайын. Кейде әзілдеп айтам, жігіттер, мені бар ғой, бір оператор болып па, бірдеңе алыңызшы, мен шаршап кеттім деймін да, действительно да, мына жұмыста. Мен де кеткім келеді, 7 жыл оқыдым, тағы да оқыдым мысалға да, жұмыс жасап келатым, еще 10 жылдан астам уақыт болды да. Дәрігер керек по-любому. Макс, бір минут жаңа мұхиттың несіне да 9 миллиард. Мұхит, оныкі де дұрыс. Ол бизнесмен, кәсіпкерлесінде ойлап тұр да. Проблеманы солай шешуге болады. Неге 9 миллиардтың мектебі салыну керек деп айтамыз, неге 9,5 миллиардтың жаңа оқушылар сарайы салыну керек деп айтамыз. Ол не үшін айтылады? Жаңаөзен осы күнге дейін мемлекетке қанша салық төлеп келді дейтін әңгімеге тірелеміз да. Мысалға 21-ші жылы болу керек, қателеспесем, 275 миллиард тек Өзенмұнай газының өзі салық төледі. Одан бөлек басқа мекемелер бар, ГПЗ бар, КМЖ дейтін сияқты үлкен компаниялардың, олардың салықтары қанша? 300-ден астам миллиард салық төлейміз жыл сайын да. Ол республиканский бюджетке жаңа жоғары жаққа кетіп жатқан салық деп есептейік та. Біз осы күнге дейін соны төлеп келдік, ештеңе сұраған жоқпыз. Енді келіп біз жаңа бір мектеп, қараша бір бином, бір оқушылар сарайы заман талабына сай 20 миллиардтың проектісін сұрағанда біз құқығымыз жоқ па дейтін әңгімеге тірелдік қой баяғы айтқанда. Қымбат, базар жоқ. Мана кәсіпкер ретінде біздер де, мысалы как депутат ретінде жүрген жерімізде ұсыныс береміз. Дұрыс, мемлекеттің жергілікті жаңа бюджетті құрайтын кәсіпкерлердің түсіп отқан салық. Грузия не істеді мана опять же, Саакашвили. Кәсіпкерлердің бизнесін ашуға, кәсіпкерлерін жүргізуге ең жеңіл, әлемдегі ең жеңіл жағдайлардың біреуін жасап тастады. Кәсіпкерлік қалай дамып, қалай көтерілді. Бізде де дәл сондай болу керек та. Мысалға кеше гранттарға қатысты мен мәселе көтердім өткенде. Гранттың ішінде өкінішке орай ол жерде әділ өтіп жатса да әділетсіз деп айтатындар көп. Бірақ халықтың арасында жүргеннен кейін, естігеннен кейін, қажет болса қолмен де ұстап беруге де болатын адамдар бар. Бірақ бізде жаңа менталитет сондай, ұят болады, ашып бере алмаймыз дейтін. Әңгімеге келіп тірелеміз да, гранттардың әділетсіз өтілуіне, әділетсіз бөлінуіне де көз жеткізіп жатырмыз. Мысалға өкінішке орай. Ол қазір біреу сөйтіпті, біреу бүйтті, ешкімге тіке кінә таға алмаймыз. Бірақ мен айтқан мәселем былай да. Ол гранттарды алған адамдардың осы күнге дейін қарашы 100 кәсіпкер сол грантты қайтарымсыз грантты жеңіп алды. Бірақ сол 100-ның
қаншасы қазір мемлекетке қанша салық түсіріп отыр, қаншасы қанша адам жұмыспен қамтып отыр. Ол мемлекетке баяғы қайтарымсыз грант алғаннан кейін ол жұмыс жасап жатыр ма? Или болмаса тек алып бір жыл жаңа қадағалау бақылаудың ішінде бір жылда өтірік жүргізіп отырды да жауып тастады ма? Бірақ мысалға мына Сәкен алды, Сәкен қазір жұмысын жүргізіп жатыр, қазір принтпен айналысып отыр. Иә, принтпен айналысып, футболкаларға жазады. Сәкеңдікі жүріп тұр. Дәл сол сияқты мен бір адамдар танимын, бірақ өкінішке орай, иә, қайтарымсыз. Бірақ мен айтамын да енді, Мәке, былай да ол гранттарды жаңа мемлекетке ол қайтарымсыз жаңағы айтқан 10 адам алып, біреуі жұмыс жасап кетіп, 9-ы алған заттарын сатып жіберіп, оны ары қарай жұмыс жасатпайтын болса, ол гранттан не пайда өйтіп қайтарамыз. Одан да 1%-мен бола ма, 2%-мен бола ма, төменгі пайызбен кредит берсең соны да, оны реально төменгі пайызбен кредитпен кәсіпке айналысқысы келетін адамдар береді деймін да, алады. Ол грантты өйтіп қайтарымсыз деп эффект болмайтын болса, өйтіп қайтарымсыз деп беріп, біреулерді коррупцияға итермелей бергеннен, одан да оны қаржысын төменгі пайыз, 1%-ық кәсіпкерлік қолдауға деп, суд есебінде оны кәсіпкер алады, залогқа қойып заттарын. Ол қаржы құйылған сайын ол баяғы счетқа қайтып түседі, оны келесі кәсіпкер алады 1%-мен. Ол үлкен қолдау болады. Мемлекет негізі жасайын десе, бизнеске. Мысалға мен алатын болсам, мен 1% кредитті барып кәсіпкерлігімді жүргізу үшін үйімді залог қойып, крупный сумма алып, кәсіпкерлікке қарай ниеттенер едім. Ол үлкен жеңілдік та. Мана айтқан ол дұрыс айтып қайтарымсыз дейтін дұрыс емес деп айтып отыр да Шәкен. Дұрыс емес болғанда ол жұмыс жасау керек. Ол алып та бермейді потом. Ол жұмыс жасамайды. Ол мана айтқан бір жыл бақылап, бір жыл алып алып, бір жылдан кейін заттарын сатып жіберіп, ол ары қарай мемлекетке салық түсірмесе, ол жұмыспен қамтымаса ешкімді одан не пайда, ол грант қайтарымсыз грант бергеннен да. Короче, мен сен айтайын деген бизнес дамытса, тіс ауыратындар аз айтсың да. Кәсіпкер ретінде мына жігіттер қазір мемлекетке салық төлеп отыр. Дәл сол сияқты. Сіз неше адамды жұмыспен қамтамасыз? Сразу айтайын. Неше адамды жұмыспен қамтамасыз? Менің положениемде бар ғой, енді официально өзімнің иклерский составым бір 10 адамнан тұрады ғой, Ақтау өзімнің. Енді менің қара жұмыста жүретіндерім, олар енді тіркеліп, өзінің налогын төлеп, налог емес, тіркелген үшін определенный суммасы жұмыс жасайды да. Оның саны көп, 40. Сосын манағы айтқанда, бұл жерде налогтың затын мен айта өтейінші, мен действительно біздің қазіргі осы жылдан бастап налог төлетіп отыр ғой, 12%, анау, бұрынғы 3%-тің кезінде біз қадірін білмеген екенбіз да. Енді осы жыл мен түсіндім да, бұл кәдімгі кешегі өткен бірінші кварталдар, екінші кварталдар августтың 15-інде шыққан. Бешін ақша дейсің ғой. Бұл жерде кәсіпкер деп бар ғой. Любой заттың бір екінші стағанасы бар, байқадыңыз ба? Шәріптің мектебіна, опять же мен завод дедім. Мысалы, кәсіпкердің жаңағы кәсібі дамысын жүрсін дейма, налоглар немесе қазіргі положение шатқа мысалға девальвация да, доллар көтеріліп жатыр. Менің өзімнің кәсібім құрылыста, мен тікелей шетелден келетін шикізаттарға қарайды. Арматура, цемент, цемент завод бар ғой. Құрылыс материалдарына бағасына тәуелді ғой. Теңгемен барып есептеспейді, доллармен барып есептеседі. Уже менің әр құрылыстағы себестоимость, общий расчеттарым уже өзгереді да. Оны мен мысалы үй сатып клиенттің алдында мен айта алмаймын да, потому что келісім шартта арамыздағы сатушы мен алушының өзінің договоры бар да. Сол бағамен алдыма, все уже дальше жауапкершілік соның мойнында. Тағы бір айтып кетейінші осы жерде да, жалпы енді ертең күні бұл әлеуметтік желіге шыға ма шықпай ма, бірақ мынандай нәрсені түсіну керек та, біздің жергілікті бюджет, мана айтып отқан салықтан түседі, ана КПН дейміз, әртүрлі комиссиялардан түсетін қаржылардан бюджет жоспарлайтын бөлім бар. Мысалға қалада 100 кәсіпкер бар, 100 кәсіпкерден мысалға 1 миллиард ақша түседі, сол 1 миллиардты так мына асфальт саламыз, мына мектепке, мына госслужащийлердің айлығы деп соны бөледі экономика бөлімі да. Сөйтіп жоспарлайды, алдын ала сосын бөледі. Енді бұл жерде қазір президенттің мораторийі бар ғой, ешкім прокуратураның рұқсатысыз кәсіпкерге барып тексеріс жүргізе алмайды. Бұрындары магазиндерде барлығына налогі келіп тексеретін еді, кассалық аппаратын тексеретін еді. Енді қазір өкінішке орай халықтың ортасында кеше осы жақында әңгіме болды, кім екенін айтпай-ақ қояйын, магазин бар жігітпен да. Ол сын айтады, неге былай емес, мен сұрақ қоямын аппаратында. Сен өзің мына кофені сату үшін мынаның үстіне мен 3% налог төлеймін деп, сен бағасын қосып отырсың ғой 3% мынаның ішіне. Мынаны қосып отырсың. Бірақ сен айдың соңында бір жылда миллионға товар сатсаң, сен 30 мың теңге салық төлеуің керек. 3%-ын. Бірақ сен соны 30 мың төлемейсің, сен бір айда 4 мың 5 мың теңге төлеп отырасың, себебі сен тексеріп жатқан налогы жоқ. А бірақ халыққа сатқанда сен налог төлеймін деп үстіне сол 3%-ды қосып отырсың. Сен бірінші өзіңнен баста. Сен манағы айтқан халыққа саттың ба, үстінде 3%-ын әділ төле, адал төле.
ол жергілікті салыққа налогыға түсетін болса ол жергілікті бюджетке бөлінеді. Ол яғни әр товардан түсетін 3% әр магазинде болсын, кез келген мына телефон болсын, басқа болсын, кәсіпкерлерді айналысып чегін алсаң, одан түсетін 3% ол сенің жергілікті асфальтың, сенің жергілікті мектебің, садың екенін түсінуіміз керек та. Бізде қазір тексере алмағандықтан кәсіпкерлерде енді мүмкіндік беріп отыр, ол қазір реттеп алың деп та. Ал Канадада дейді, мен естігенім, енді көргенім жоқ та, бір жігіттен естігенім, Канадада бір қала бар дейді, халық соның барлығын осознать етіп түсінген дейді. Ол кез келген магазинге барып 5 теңгенің сағызын алса да, ол чек сұрайды дейді, 3% ол жергілікті бюджетіне түсетінін түсінеді дейді да. Халықтың өзі келген кез келген товардан халықтың өзі чек алады, халықтың өзі бақылауды. Ол бермей ма, сразу полицияға, налогыға звондайды. Сол жерде фиксация жасатады дейді. Фискальный чекте деген налогқа кетеді деген бар ма, абзац? Фискальный чек ол ана саған касса бергеннен кейін ол тіркеуде тұрған нәрсе ғой официально. Оны өзгерте алмайды. Прибыльдан снимать етіледі ғой. Сол нәрсені түсінсе де халық мысалға өткен газдың мәселесінде айтылып жүр ғой, газдың мәселесінде барды ма, газ заправка бізге чекпесін, ол 3% төлеуге міндетті дейді да. Бұл қышарып жаңа сен айтып отырсың ғой, қарапайым халық бар ғой, реально мысалға газда очередьте тұрған немесе заводсловкада тұрған біздің өзіміз осындай налог төлеп отқан кез келген адам бар. Доступный әңгіме емес ол. Кез келген адам білмейді. Жалпы әлеуметтік желіде бар. 200 миллиард дедің. Жалпы 2021-де 275 миллиард төледік деді ғой. Бюджет бағаны жетіп отыр. Енді Астанаға. Ол жалпы былай ғой, енді бұрын біздер донор аймаққа кіретін еді Маңғыстауда, қазір донордың қатарынан шықты. Біздің өзімізге түсіп отқан қаржы, бюджетіміз, біз республикалық неден қаржы алып отырмыз, яғни біз донорлардың қатарынан шығып қалдық деген есепте, сондай официально президенттің өзі айтты да, өкінішке орай, сондай дейді. Яғни біздің облыстың бюджеті 400 миллиардқа дейін бар, мысалға бұрын ондай емес, көбейіп жатыр. Біз яғни мемлекеттің қаржысынан қаржыландырып отырмыз, донорлардың қатарынан шығып қалдық. Енді жалпы сондай енді әңгімелер бар, оның барлығы қайдан білейін, ар жағында қандай ниетпен айтылып жатқан. Енді мынандай информациялар жалпы қолдан келгенше айтылмау керек па? Айтылмаған жақсы ғой. Жалпы жігіттер осы подкастта да былай енді ертең подкаст бұйырса шығады, ішінде кейбір мәселелер бар, мысалға да қалай ойлайсыңдар? Қиып саламыз ғой или конкретно как оно есть саламыз ғой? Енді бұл жерде сенің өзіңе байланысты, өзің шыншылдығың ғой. Сен бастап отқан проект қой да, сен қалай относиться етесің? Жоқ, бәріміздің бастап отқан проектіміз. Бұл жерде просто подкаст конкретно мысалы политиканы қозғап отырық, ананы қозғап отырық. Енді еркін тақырып қой. Подкаст болмаса да, бұл жерде қозғап айтылып отқан әңгіме ғой. Енді былай да подкастта Мәке айтылмайтын әңгіме ғой. Біз қиямыз да, оны қимаймыз конкретно. Өзіміз аузымыздан шыққан сағатта бір айтылған сөз, аузымыздан шыққаннан кейін сөзімізге жауап беруге дайынбыз қай кезде де. Енді мен барымызша енді шындықты айтып, барымызша халыққа пайдалы нәрсе айттық деп ойлаймын. Бір неден рамкадан шыққан жоқпыз деп ойлаймын өз ойымда. Осымен подкаст аяқталды. Ал келесі подкастты күтіп бізге лайк басып және подкаст қимаймыз дейсің. Ассаламу алейкум. Рахмет, сау болыңдар.